сайты күні бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметіне негіз болған бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Тағдыр тәлкегемен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тасқан белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтере білген. Бұл бүгінгі таңда еліміздің түрлі ұлт өкілдерінің арасында адамгершілік қарым-қатынасының өнегелі өлшеміне айналды. Тілі бөлек болғанымен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл. Қазақстан барша ұлтқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қазақ жері достықтың гүлістаны, дархан өлкем мейірлі ырыс бағы. Күрестерде, еңбекте, мерекеде мұнда сан ұлт қолдасып туыстады. Своих детей храни, земля. Пусть ночи будут мирны, у нас на всех одна земля. Своих детей люби, земля, мы вместе будем сильными, ведь Родина у нас одна. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсемдеймін бір жырын. Татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса, діндер менен ділімді, салт дәстүрлер сыйғыласты бүгінгі. Бір туғандай ұлтаралық келісім, бір көтерген, басқа түскен жүгімді. Серт берісіп туыс болып қалуға, нәубеттерден аман жеттік дамуға. Байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Алғыс айту парызымыз.